Сәлем Ерке ТV арнасының кішкентай көрермендері. Бүгін біз сіздермен Бердібек Соқпақбаевтың Аяжан повесін тыңдайтын боламыз. Жолаушы, сиыр, ақылды күшік. Алматы мен Н ауданының арасына қатынайтын кешкі автобус Жамбыл колхозына келіп тоқтады. Үлкен қызыл бүйір автобус болатын. Аялдама үйшігінің саясында оның келуін тосып отырған 3-4 әйел, бала шаға бар еді. Буыншақ түйіншектерін көтеріп, олар автобустың артқы есігінен қарбаласып міне бастады. Ал алдыңғы есіктен жасы 7-8 шамасында бір қыз түсті. Бұл Аяжан еді. Әлде қандай қамқор, күтімшіл жанның Аяжанды бұл сапарға құнттап, майпаздап шығарып салғаны көрініп тұр. Киімдері таптаза ықшам, бұршақ суретті көкшіл сарафанның сыртынан желбеге киген қызыл жемпірі. Мына ыстық күнде оны пысынататын түрі бар. Маңдайы шұп-шұбар боп тершіп кетіпті. Өз бойына үлкендеу, ап-ауыр қара чемоданды мықшия көтерген бойда Аяжан тас жолдың шетіне шығып тұрды. Кондуктор әйел есіктен басын сұғып, баратын үйіңді анау балалардың бірінен сұрап ал. Ал, қош бол деді. Қош болыңыз. Автобус есіктерін шиқ еткізіп жауып алды да түтінін пырс-пырс атып кете барды. Бұл мал өрістен қайта бастаған кешкі мезгіл. Тұп-тура Аяжанды бетке алып, бір қора сиыр шұбырып келеді. Бұрын мұндайды көрмеген Аяжан әлгілерден сескеніп, сасайын деді. Япыр-ай, неге ешкім қарсы алмайды? Мамам телеграмма беріп хабарлаймын деп еді ғой. Бұлар қайда жүр деген ой Аяжанның басына үрейлі сезіммен араласып, құйын болып ұйытқыды. Төңірегіне жалтақ-жалтақ қарағанмен, Сарыбай атасының үйіндегілерден ешкімнің де таныс қарасы көрінбеді. Бұл кезде шұбырған сиырлардың алды Аяжанның деңгейіне келіп те қалған. Кітаптан, суреттен көргендей немесе кинодан қарағандай емес. Ойпыр-ай, түстері мұндай суық болар ма? Мүйіздері арбиып, көздері бақырайып, өздері тіпті қорқыныштақ. Аяжанды жатсынғандай кейіппен сиырлар жалпақ мойындарын бұра қарап қояды. Аяжан қаптаған қалың сиырдың ортасында қалды. Не істерін білмей тұр. Мамасы келесі жексенбіде өзім алып барайын дегенде көнбеген еді. Өр мінезі ұстап, өзім де бар алам. Жолдың тап үстінде, автобус тоқтайтын жердегі атамның үйін таба алмаймын ба? Таба алам, жұрттан сұрап алам, деп құлшынған. Сонысының ағаттық болғанын Аяжан енді түсініп өкініп тұр. Бір жақсысы сиыр айдаған 2 бала осы кезде Аяжанның дәл қасына келіп қалған еді. Әй балалар, Сарыбай ұстаның үйін білесіңдер ме? Деді Аяжан. Омырауы аңқиған кеуделілеу жалаң аяқ бала қалт тоқтай қалды. Білеміз. Оның қасындағы су жаңа ши барқыт костюм киген, велосипед жетелеген, қуқыл өңді, фуражкалы бала. Сарыбайдың үйі анау, арғы көшеде деді. Аяжан жалына сөйледі. Мені сол үйге ертіп апарыңдаршы, керек болса өзің бар, деп велосипед жетелеген бала жайына жүре берді. Мен сиырлардан қорқып тұрмын. Осы кезде Аяжанның дәл артқы тұсынан пыс-пыс еткен жат сыбыс естілді. Ол артына бұрылып қарай бере, бақырып жіберді. Арбиған 2 мүйіз желкесіне тақалып қалған екен. Аяжан еліктей шошына ырғып, жалаң аяқ баланы барып құшақтай алды. Отты көздері бақырайып, уыз жүзі дір-дір етіп, қуарып кетті. Жалаң аяқ бала, сүзбейді ол, қорықпа деді Аяжанға. Әлгі фуражкалы бала Аяжанның бұл қылығына күлемін деп, түкірігіне шаш алып, қиқылдап, шиқылдады да қалды. Аяжанды шошытқан қызыл сиыр бұл кезде оның орнында қалған чемоданын ұзын қызыл тілін сүйрелеңдетіп жалай бастаған еді. Өйткені чемоданнан бұрық құрап, алма иісі білініп тұрған. Өй, оңбаған құлсасық деп жалаң аяқ бала қолындағы таяғымен сиырды жіберіп ұрды. Баланың періп жібергендігі ме, жоқ әлде ыңғайы солай болды ма? Таяқ сиырдың қақ маңдайынан қадала тиді де, анадай жерге ұшып кетті. Сыбағасын алған құлсасық жалт бұрылып,
шеңбірек атқан ауыр тоқ қарны зірк-зірк етіп қаша жөнелді. Бәлем, сол керек саған деп Аяжан іштей сүйсініп қалды. Жалаң аяқ бала оған қызыл сиырдан табанында өш алып бергендей болды. Майлаяқ, әкел таяқты. Жалаң аяқ баланың соңына ерген ала күшігі бар еді. Қармақ тәрізденген қайқы құйрығын бұлғаңдатып, едірие қарап тұрған. Есіне ол екі айтқызбады. Тұра жүгіріп барды да сиырдың басына тиіп ұшып кеткен таяқты тістеп алып келді. Мына күшіктің ақылсын қарай көр деген оймен Аяжан жалаң аяқ бала мен майлаяққа кезек-кезек қарады. Ораз, жалаң аяқ бала қайырымдылық істеді. Аяжанды Сарыбай ұстаның үйіне ертіп апармақшы болды. Ап-ауыр қара чемоданды да ол көтеріп алды. Өзім-ақ алып жүрем деп Аяжанның бергісі келмеп еді. Бер, мен алып жүрейін деп жалаң аяқ бала одан тартып алғандай болды. Бұл баланың аты Ораз еді. Әке-шешесі осы колхоздың мүшесі. Әкесі комбайншы, шешесі мектепте үй сыпырушы. Аяжан мен Ораз жөн сұрасып, танысып та үлгерді. Сен қай класты бітірдің деп сұрады Аяжан. Екінші деді Ораз. Өзіңше? Мен біріншіні бітірдім. Әлгі бала сенімен бірге оқи ма? Қай бала? Әлгі велосипед жетелеген бала. Жоқ, ол 4-ші оқиды деді Ораз. 4-шіде? Деп Аяжан таң қалғандай болды. Бойы кішкентай, әйтпесе оның жасы менен үлкен. 11-де деді Ораз. Ал сен қаншадасың? 9-дамын. Мен декабрьдің 11-інде 8-ге толам деді Аяжан. Екеуі осылайша тез үйірлесіп, бірін-бірі жатсынбай сөйлесіп келе жатты. Ораздың көзі томпақтау біткен, әдемі қара торы жүзіне. Аяжан бейімделе іш тартып қарайды. Дала күнінің жарқын мол сәулесіне, оның қол сирақ мойны қайыстай болып күйген. Аяжанның табиғаты да қара торыға жақын еді. Бірақ тап қазір Ораздың қасында оны Аққұба десе де болғандай. Бұлар келе жатқан беткейден төмен қарай ұзыннан ұзақ созылған кең көше. Бір-бірінен аралары алшақ қоныс тепкен қыстақ үйлері. Аяжанның мұнда бірінші рет келуі еді. Қала тәрізді сабылып жүріп жатқан жаяулар, ағылған машиналар көрінбейді. Қимыл аз. Кең көшенің әр жерінде шоғыр-шоғыр болып, жиылып жүрген қаз үйректер. Қақпалдардың алдына келіп, есіне мен келдім деп хабар беріп, мөңіреп тұрған сауын сиырлар байқалады. Ала күшік, сендердің қай үйге баратындарыңды білемін дегендей, алға түсіп ап жортып келе жатыр. Мойнында әдемі сары қайыстан қарғы бауы бар. Ұш жағы қылшықтылау, жарғақ құлағы жалбаң-жалбаң етіп, әлсін-әлсін артына бұрылып қарайды. Ораз чемоданды басқа екінші қолына ауыстырып жатып, ауыр ғой, не бар мұнда деп сұрады. Алма. Жамбыл колхозы мекен еткен бұл аймақта алма өспейді. Алматының дәмді алмалары Оразға жақсы таныс. Оның көзіне қып-қызыл үлкен алмалар елестеп кетті де, таңдайына алманың тәп-тәтті шырын дәмі келгендей болды. Ораздың танауы шып-шып терлей бастағанын көріп, Аяжан чемоданға жармасып, бер енді мен алып жүрейін деді. Ораз бермей. Сарыкеңдікі әне, анау үй, жетіп қалдық деді. Ыстық құшақтар. Сарыбай ұстаның үй іші кешкі абыр-сабырда түгелде есік алдында болатын. Жұмыстан кеп жуынып киім ауыстырғаннан кейін қарияның өзі тек тостаған қымызды сылқытып алып, терезе тұсындағы орындықта балапан теректердің саясында демалып шылым шегіп отырған. Аяжанды ол басқалардан бұрын көз шалып тани кетті. Өй, әке, мынау Аяшын ба келе жатқан деп таңырқап, балаша мәз болып орнынан ұшып түрегелді. Сиыр сауға қамданып жатқан Меруерт апай, самауырдың отын үрлеп тұрған ересек қыз Бәтима, допқа таласып шырылдасып жатқан 8 жасар Шолдаң Нұрдәулет пен 5 жасар Қаспақ танау Зәуре түгел елең ете қалысты. Соңғы екеуі Аяжанды бұдан бұрын көрмеген. Бірақ атына қанық. Бәтима бас болып, ол үшеуі Аяш, әпке, Аяжан десіп, улап-шулап бірін-бірі баса көктеп лап қойды. Аяжан бұл кезде атасының құшағына сүңгіп те үлгерген еді. Сарыкең оны сәбидей тік көтеріп алып, бауырына басып, құшырлана сүйіп жатыр.
Қап-қара мұрты Аяжанның бетін жыбырлатып жіберді. Жаным, қоңыр қозым, қалай келіп қалдың? Кімге ілесіп келдің? Автобуспен өзім жалғыз келдім. Мамам автобус станциясына ертіп әкеп отырғызып жіберді. Сіздерге телеграмма бердім деп еді ғой? Неге қарсы алмадыңыздар? Телеграмма? Алғамыз жоқ, деді Сарыкең. Меруерт пен Бәтима да. Телеграмма келген жоқ, әкелген жоқ деп жатыр. Аяжанның өзім жалғыз келдім деуі мұндағы жұртқа осал ерлік болып көрінбеді. Және қадірі де арта түскендей болды. Аймалаған бір құшақтан ол бір құшаққа ауысты. Шөпілдетіп сүйген еріндер, әлгіндегі жатырқау, үрку сезімдері Аяжанның бойынан қолымен сылағандай жоқ болды. Әпке, сүйгіші, маған да сүйгіші деп Зәуре шыр-шыр етеді. Аяжан бетін тосты. Зәуре оның бетін аузымен сүйді де, танауымен тырнап өтті. Дегенмен осының бәрі Аяжанға соншалық жақын бауырмал еді. Сұмдық сөз. Бұлар бәрі ауыз үйге кіріп, Аяжанның Алматыдан базарлыққа әкелген тәтті алмасынан жеп, аса көңілді жайда отырғанда, есік алдынан кім бар үйде? Деп шіңкілдеп, дауыстаған үн естілді. Почта таситын қыздың дауысы еді. Телеграмма деп ұсына берді. Бұл Аяжанның келетіні жайында хабарлап берілген телеграмма болатын. Сарыкең оқып көрді де, «Өй, жарайсың қызым, неғып мұнша ерте алып келдің? Бұдан гөрі кешірек әкелсең болмайтын ба еді?» деді. «Кінә бізде емес, ауданда. Аудан бізге кеш берді» деп ақталып жатыр пошташы. Ол осыны айтты да жалт бұрылып жөнеле берді. Әлгіндей мәнді хабары бар телеграмманы кешіктіріп әкелгеніне ұялды, білем. Меруерт апайдың алма же дегеніне де қарамай зытып отырды. «Ата, алма жақсы ма екен?» деді Аяжан. «Жақсы түгіл бал екен, шырағым, сенің әкелген алмаларың». Ораз орнынан түрегелді де кетуге ыңғайланды. Меруерт апай оған қосу ұстап алып, алма ұсынып жатыр. «Ораз, мынаны апаңа апарып берші. Айтпақшы, апаңның құлағы қалай? Тәуір болайын деді ме?» деп сұрады Сарыкең. «Бұрынғы қалпы» деді Ораз мұңайған түрмен. «Дәрігерге көрініп емделіп жүрме? Аудандағы дәрігерлер мұрнына, құлағына операция жасау керек депті. Апам жасатпаймын дейді. Алматыдан ауданға құлақ қарайтын бір профессор келмекші екен. Сол келген соң апам соған барып көрінем дейді». Оған көріну керек. Профессор мұндағылардан қалайда көп біледі ғой, деді Сарыкең. Профессор деген сөзге Меруерт апай да елең етіп, профессор келетін болса, мен де барып көрініп, белімнің кілтетпесі барын айтсам ба екен, деді. Оның сөзін Сарыкең қалжыңға айналдыра бастады. Бар, беліңді тағы басқа кілтететін жерлерің болса, түгел көрсет. Ана босап жүрген тістеріңді, түскен тістеріңді де көрсетіп, алтыннан тіс салғызып қайт. Сарыкең осыдан кейін байсалды түрде: «Профессорды сен өзің кім деп ойлайсың?» деді. «Кім көрінгеннің кілтеткен, сылт еткен жерін шоқылап отыратын біреу деп ойлаймысың? Оның алдына бару да оңайға түсе қоймас». Меруерт апай да беріле қоятын емес. Енді әдейілеп келген соң көрінем деген жұртты түгел қараса несі кетеді? Түгел қарап үлгере ала ма? Мықтағанда ол мұнда 5-6 күнге ғана келеді. Ал көрінсем дейтін жұрт толып жатыр. Солардың ішінен ол мұндағы дәрігерлер емдей алмағандарды ғана қарайды. Профессор деген ол сенің күлімханың емес. Үй басы өз аяғынан қыдырып ауру іздейтін, деп Сарыкең осындағы санитар қызды да сөзіне қыстыра кетті. Сарыкең мен Меруерт апайдың профессорды сарапқа салған әңгімесі осымен тынды. Бұл кезде Ораз есіктен шығып та кеткен еді. Аяжан оның соңынан ойлана қарап қалыпты. Ол Сарыкеңнің жүзіне жалт бұрылып: «Ата, оның апасының құлағына не болып еді?» деп сұрады. Нұрдәулет киіп кетті. «Тауға отынға барам деп, жын ұрып керең болып қалған» деді. Нұрдәулеттің сөзі үйдегілерді түгел шошытты. «Тәйт, мына неме не сандалды?» деді Сарыкең. «Ой оңбаған, жап аузыңды». «Оны саған кім айтты?» деді Меруерт апай. Әке-шешесінен қабат зеку естіген Нұрдәулеттің жүні дереу жығылып: «Балалар сөйдеді» деп күмілжіді. «Оны айтқан балалардың өздерін жын ұрған» деді Сарыкең. «Қайдағы сұмдық сөзді қақшып алуға сенде құмар екенсің?
Ендігәрі осындай бірдеңе естейін сенен. Аузыңа темір қыздырып басам. Бұдан кейін Сарыкең Аяжанға істің мән жайын түсіндіріп айта бастады. Ораздың шешесі осы көктемде мектепке отын әкелуге 4-5 әйел болып, машинамен тауға барған екен. Сонда машиналары шұқанаққа тығылып бір түн бойына далада қарлы жаңбырдың астында қалады. Жұқа ғана киіммен барған әйел бейшаралардың үстері малмандай су болады. Өздері тістеріне сақылдап, әбден тоңады. Міне сол жылы Ораздың шешесінің екі құлағы бірдей тас бітіп, естімей қалды. Кейбір есуастар оны жын ұрғаннан болды деген сөзді шығарып алыпты. Жын ұрмай-ақ суықтан болған кесел, деді Сарыкең. Бейшара жақсы адам еді, әйтеуір аяқ астынан бір-ақ түнде қор болып қалды ғой, деп Меруерт апай аяушылық білдірді. Аяжанның сезімтал жүрегін бұл әңгіме аяздай қарып, мұздатып жіберді. Аяжан кім? Ол болашақта кім болады? Сарыбай ұста ұлдан 3 ағайынды еді. Ең үлкені өзі Сарыбай. Одан кейінгілері Кәрібай, Дәрібай. Кәрібай отан соғысы майданында 1942 жылы қаза тапты. Ең кенжелері Дәрібай. Дәрібай Алматыда институтты бітірді. Одан соң аспирантураны оқып бітірді. Одан соң диссертация қорғап, ғылым кандидаты деген атақ алды. Қазір педагогикалық институтта сабақ береді. Аяжан сол Дәрібайдың, яғни Сарыкеңнің кенже інісінің қызы. Жамбыл колхозының байырғы тұрғындары Дәрібайды түгел біледі. Ол қолдарында өскен бала болғаннан кейін қалайша білмесін. Аяжанға мамасы айтады: папаң және бір жақсы кітап жазса, профессор болуы мүмкін дейді. Ал папасының ондай мықты кітап жаза алатынына Аяжан шек келтірмейді, сенеді. Өйткені ол көп оқып, көп жазатын еңбек сүйгіш адам. Ал Аяжанның мамасы Мәриям Алматыдағы орталық аптекалардың бірінде дәрі беруші болып қызмет істейді. Ғылым тілімен айтқанда фармацевт. Аяжан мамасының аптекасында талай болған. Ондағының бәрі де бұған ұнайды. Тап-таза жинақы, дәрі деген сондай көп. Көздің жауын алып тізіліп тұрады. Басына ақ тақия, үстіне ақ халат киген мамасы әйнек тесікшенің ар жағында ауруларға дәрі беріп отырады. Ешкім бұл арада дабырламайды, қатты сөйлемейді. Анасының жұмысы Аяжанды қызықтырады. Ол кейде үлкейгенде мамасына ұқсап дәрі беруші болуды арман етеді. Ал кейде одан айнып, Наталья Петровна тәрізді мұғалім болсам дейді. Наталья Петровна Аяжанның мұғалимасы. Тағы бірде аспандағы самолетті көріп, ұшқыш болғысы келеді. Кейде Аяжан осыншама көп арманның қайсысына құлаш ұрарын білмей, папасымен кеңесіп алмақ болады. Папа, айтшы, кім болған жақсы деп сұрайды. Дәрібай айтады: мамандықтың ішінде жаманы жоқ. Кім болсаң да бол. Ешкім бола алмай қалсаң, ең жаманы сол, дейді. Терең сөзде терең мағына жатқанын Аяжан аңғарады. Сіздің қойып тыңдағаныңа рахмет балақай. Әзірге 1 бөлімнің соңы. Жалғасы бар. Аяжанның қызықты хикаяларын тыңдаған кесе бізбен бірге бол. Келесі видеода кездескенше. Егер саған Аяжанның хикаялары ұнаса, лүпіл басып, достарыңмен бөлісе отыр.